Қазақ қоғамының болашағы қандай деген сұрақ осы егемендік алғаннан кезден бастап қойылып келе жатыр. Осы биліктегі Назарбаевтық жүйенің қалыптасуымен бұл жүйемен қазақтың болашағы жарқын болмайды деген әңгіме пайда болып еді. Сол әңгіме әлі келе жатыр. Енді осы Назарбаевтың жүйесін жалғастырушы Тоқаевтық жүйеге ұласып жаңа Қазақстанға. Мына Конституциясы жаңа Қазақстанның қабылдаған. Бүгінгі күннің барлық талаптарына жауап береді деп айтуға мүмкін болмай отыр. Бұл Конституцияны қарайтын болсақ, шынында да бұны жасаған адам Ерлан Қарин деген адам. Бұл адамның өзі негізі саяси шолушы адам еді. Кейіннен мемлекеттік қызметке кіргеннен кейін бұл адам өзінің бет бейнесін, өзінің тұғырын, платформасын жоғалтып алған сияқты. Бұл адамның түбегейлі мақсаты немене екенін өзі де білмей жасаған бір конституция. Ата заң. Мына ата заңның түп негізінде бірдеңелер жетіспейді. Бірдеңелер емес, көп нәрселер жетіспейді. Мына билік тармақтары айқындалмаған. Содан кейін осы конституцияға не болды, соның бәрін әкеп тықпалап. Баяғыда өзі сөйлеген екен, мына әдебиет деген бақалшының қоржыны емес, не болса соны әкеп тыға беретін деп. Бұл конституция деген бақалшының қоржыны емес деп әуезовтің сөзімен айтуға болады. Көрінген нәрсені әкеп тықпалай беруге болмайды бұған. Оны айтып жатыр азаматтар. Білімді азаматтар көп қой бізде. Москвадан бітірген, Мәскеуден бітіргендерді құдайдай көруші едік қой. Осы Қазақстаннан бітірген түрлі қоғам қайраткерлері, шетелде оқып келген азаматтардың біразы айтып жатыр. Осындай конституцияны қабылдайтын болсақ, біз өзіміздің мақсатымызды өзіміз шектейміз дейді. Мынандай конституция болмайды. 93 жылғы конституцияға қайтып оралу керек, конституция керек болса деген әңгімені айтып жатыр. Енді осы конституцияны жасаған, ата заңды жасаған Ерлан Қарин өзінің болашағын жасаған сияқты осыменен. Егер осындай ата заңмен біздің жүреміз, осындай заңдармен жүреміз дейтін болса, ол қоғамның болашағы қазіргі 30-35 жылдағыдай бола ма деген қауіп бар. Осы негізгі жолынан ауытқып кете ме, тағы да түрлі Назарбаевшылдық етек алып, ол заң өрістеп кете ме деген ойлар бар. Мынау бұрын мықты президенттік жүйе деп айтатын еді, мынаны супер президенттік жүйеге жасалған фундамент деп бағалаған саясаткерлер де бар екен. Енді осыны Ерлан Қарин осыны референдумға өткізіп 17 миллиард ақшаны, 16 миллиард ақшаны осыған шашқанша, мына қаржыға тамақ алып ішіп отырған халыққа сол 17 миллиардқа жағдай жасап жұмыс орындарын ашса, мүмкін осы райларынан қайтса дұрыс болар еді деген ой біраз адамның басында жүр ғой деп ойлаймын. Енді өздері білет, келешек көрсетеді, бұған халықтың қатынасы қандай болады, қалай қатысады, қалай дауыс беретінін
uwakt görsetетін bolat.